Ақтөбеде екі ер адам такси жүргізушісін өлтіріп, оның көлігімен жол апатына түсті. Полиция Hyundai автокөлігінің жүргізушісі арақашықтықты сақтамай, алдында тұрған автокөлікпен соқтығысып, оқиға орнынан бой тасалағаны туралы хабарлама келіп түсті. Бейнебақылау камераларының көмегімен көрсетілген көліктің орны анықталды. Патрульдік экипаждардың бірі көлікті тауып, жүргізушіден көлікті тоқтатуды талап еткен, бірақ ол бағынбай қаша бастады. Полициядан қашып кетуге тырысқан құқық бұзушы қарсы жолаққа шығып кетіп, Toyota Land Cruiser 200 көлігімен соқтығысқан деді Ақтөбе полиция бөлімінің бастығы Бауыржан Атабаев. Көлікте алкогольдік мас күйінде екі ер адам болған. Олардың бірі 19 жаста, екіншісі 37 жаста. Мәліметтер базасын тексеру көліктің басқа адамға тиесілі екенін көрсетті, сондықтан полиция ұсталғандардан жауап ала бастады. Көлікті тексеру кезінде полицейлер рульдегі қан іздерін анықтаған, артынша көлікте қанға боялған пышақ табылды. Осыдан кейін ұсталғандардың бірі бірнеше сағат бұрын жүргізушіні өлтіріп, көлікті ұрлап кеткенін мойындады. Сотқа дейінгі тергеу қылмыстық кодекстің 99 бабы 2 бөлігі адам өлтіру және 192 бабы 3 бөлігі қарақшылық бойынша жүргізілуде. Қылмыс жасады деп күдіктелгендер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.